Сәлем достар. Мен өзімнің алғашқы видеоблогымда сіздермен бөліскелі отырмын. Ербол Серікбай, Айжан Кәрібаевалардан кейінгі, яғни мен білетін видеоблогерлер осылар. Солардан кейінгі өзімнің видеоблогымда сіздерге Айжан сияқты Нью-Йоркте емес, созақ таныстырайын деп отырмын. Алдағы бірнеше минуттарда сіздерге созақтың аз ғана бөлігін таныстырамын. Тағы бір керемет жерді таныстыра кетейін. Жаңа алдында айтып өткенімдей, таң өзенінің бастау көзі азырдан алды. Арғынау таулардың ортасынан бастауы. Бірақ мынау соның жалғасы, жаңағы біз түсірген жақ арғы бет, мынау таудың арғы беті. Ал енді міне мен айтқам, сай қырсаң болады. Бұл жерден атын адамның өзі әзер өтетін болғаннан кейін, яғни күшпен сыймайтын болған соң, оны қырсаң деп атаған. Ал енді мынау сазды көріп тұрсыздар ғой. Мынау саз. Бұл сазда менің ағашылар, яғни менің мамам, әкем кезінде қой баққан осы маңайда сиырмен қой баққан, яғни мал баққан. Ең ағаш атам мен әжем. Ал енді бұның ар жағында мынау етектің арғы беті. Бозкөз деп аталады. Бозкөз. Және бұл жердегі әрбір таудың атауы бар. Әрбір сайдың өзінің атауы бар, өзіне сай. Ал бірақ мен өзімнің білетінім маған осындай деп айтылған жерлерді ғана білемін. Ар жағында мына беттің арғы бет күмісі дейді. Бұл жерде баяғыда күміс өндірген. Күміс алды. Кеңес үкіметінің кезінде сол орыстар келіп, біздің жеріміз сол жағын игеріп, күміс алған. Ал мына бетін Алтын тау дейді. Әрине, ол жақтың да Алтын таудың да тауын сол орыстар келіп, біздің жалпы бізді тонаған ғой. Қысқасы осы жақта Алтын тауды солар игерген. Онда да сол кеңес үкіметінің кезінде бізге енді аса пайдасы келмеген болу керек. Дарақы ақтөңіл қалыпсыз, сол дарақы бар. Ештеңе жасамаған болуымыз керек. Мен сіздерге тағы да сол жақтың керемет табиғатын көрсетемін. Ал енді су тамаша. Әрине таза таудан келген су. Табиғат осы, сол жақтың табиғаты. Әлі де таныстырамын. Ұзамаңыздар. Осы ауылдың азаматтары Тоқалсай деп атайды. Бұл жер Тоқалсай. Ал енді бұдан жоғары жағынан екі сай бар ортасында. Мүмкіндік болса қазір барып қайтамыз. Егер мүмкіндігіміз шектеулі болса, онда сол жерден Қысаң деп аталады. Содан ағып келе жатқан мына өзен Раң өзені. Міне бұл Раң ата өзені. Судың дауысын естіп тұрған боласыздар, көзбен жатқан. Яғни сол себепті айтайық тұрмайды. Ал енді суды болмасақ, мына жерде балдар бәріміз ойнап. Қуып кетті демеңіздер, бұл сіздерге аз да болса сол жағдайда мағлұмат хабардар еткім келеді. Және созақты құм деп тағы да айтатындарға, тал жоқ дейтіндерге, бұл жақта тал бар. Тал. Бірақ мен сіздерді қазір Қысаң қалып қоямын. Қысаң таудың ортасы. Егер тал жоқ деп. Табиғатымыз міне құм емес, әдемі қаратастар. Және олардың әрқайсысының өзінің орналасуында табиғатпен тығыз байланысып жатқандай болады. Керемет. Енді журналист болғаннан кейін әдеби, кейде қарапайым сөйлеп кетеміз. Табиғатымыздың керемет жерлерін әлі де таныстырамын. Бұл Нұрдәулет
Сол жақтан